Біз жиі ойымыз өмірімізді қалыптастырады, ал эмоциялар ойларымызды шындыққа айналдыратын қуат көзі дегенді естиміз. Бірақ бұл шын мәнінде қалай жұмыс істейді? Теориядан тәжірибеге қалай көшеміз? Ескі меннен қалай шығуға болады? Кванттық өрісте қазірдің өзінде бар мүмкіндіктермен қалай байланысамыз және ішкі күйді өзгерту арқылы жаңа шындықты өзімізге қалай тарта аламыз деген сұрақтарға Джо Диспензамен бірге жауап іздейтін боламыз. Бұл видеода өміріңізді 3 күн ішінде қалай өзгертуге болатыны туралы айтылған, онда визуализацияны, эмоцияны және кванттық өріске деген сенімді пайдалану жолдары көрсетіледі. Автор Джо Диспенза ескі сенімдерден шығып, жаңа шындықты құруға көмектесетін әдістермен бөліседі. Негізгі назар ішкі трансформация мен шабыттан туған әрекеттердің маңыздылығында. Сіз өміріңіздің нағыз авторы болудың жолын білесіз. Болашақта емес, бір күні емес, дәл қазірден бастап. Егер сіз осы жолға дайынмын деп сезінсеңіз, онда дәл қазір бастайық, себебі сіздің жаңа шындығыңыз қазірдің өзінде бар. Тек соған кіру ғана қалды. Мен сізге бар болғаны 3 күннің ішінде армандарыңызды шындыққа айналдыра алатын өте қуатты сенім жүйесі туралы айтқым келеді. Сіз дұрыс естідіңіз. 3 күн. Мүмкін дәл қазір санаңыз бұл шындық болуға тым керемет деп күмәнданып тұрған шығар. Бірақ мен сізге басқа сұрақ қойғым келеді. Ал егер бұл мүмкін болса ше? Егер сіз армандап жүрген барлық нәрсе қазірдің өзінде бар болып, тек бір нәрсені сіздің оны қабылдауға дайын екеніңізді күтсе ше? Бұл сиқыр емес, трюк та емес, бұл сіздің бойыңызда бұрыннан бар күш, бұл сіздің санаңыздың күші. Менің мақсатым және де Джо Диспензаның мақсаты осы күшті қалай іске қосуға болатынын сізге үйрету. Джо Диспенза 20 жылдан астам уақыт бойы нейроғылымды, сананы, эпигенетиканы және кванттық өрісті зерттеп келеді. Таңғаларлық нәтижелерге куә болған. Адамдар жазылмас дерттерден айығып, кедейліктен, таршылықтан, мол қаржылық байлық құрып, тіпті ғажайыпқа сенуді қойған сәтте махаббатты өз өміріне тарта алды. Олар жай ғана ескі сценариймен өмір сүруді доғарды. Олар өздері құрғысы келген болашақтан ойлай бастады. Сол болашақты сезініп, сол болашақтан әрекет ете бастады. Бәрі бір қарапайым шындықтан басталады. Сіздің ойларыңыз сіздің шындығыңызды жасайды. Әрбір ой бұл энергетикалық сигнал. Егер сіз үнемі проблемалар, қорқыныштар мен шектеулер туралы ойласаңыз, сіз оларды қайта-қайта кванттық өрістен шақырып өміріңізге тартып отырасыз. Бірақ сіз дәл қазір осы жердесіз. Бұл сіздің жаңа тапсырысқа дайын екеніңізді білдіреді. Сіз дайынсыз. Ескіден арылып, өзіңіз саналы түрде таңдаған өмірді жасауға дайынсыз. Бірінші қадам – визуализация. Бірақ бұл жай ғана армандау емес, ол арманның ішінде өмір сүру. Ол шындық әлі пайда болмай тұрып-ақ оны сезіну. Жаңа өміріңізді ең ұсақ бөлшектеріне дейін көз алдыңызға елестетіңіз. Бұл жай ғана жаңа көлік емес, оның дауысын естіңіз, рөлді қолыңызда ұстағаныңызды, жаңа салонның иісін сезініңіз. Сіз осындай күйге қайта-қайта кірген сайын өзіңіз қалаған болашаққа магнит секілді тартыла бастайсыз. Сол болашақ қазірдің өзінде мүмкіндікте бар. Сіз мұны жиі жасай берген сайын сіздің сигналыңыз күшейе түседі, ал әлем соған тезірек жауап береді. Өміріңіздің сценарийін қайта жазуға дайынсыз ба? Ендеше бұл жұмысты бірге жасайық. Мен білемін, кейбіреулеріңіз қазір мен визуализацияны бұрын да жасап көрдім. Бірақ нәтиже болмады деп ойлап отырған шығарсыздар. Визуализация сиқырлы таяқша емес екенін түсіндірейін. Оның шын мәнінде жұмыс істеу үшін оны сіздің бүкіл биологияңызды қозғайтын нәрсемен, эмоциямен байланыстыру қажет. Ойлар бұл сіздің әлемге жіберетін сигналыңыз. Ал эмоциялар сигналға күш-қуат беріп, оны шындыққа айналатын, энергияға толтыратын нәрсе. Өзіңізді шынымен бақытты сезінген сәттерді еске түсіріңіз, немесе махаббатты, ризашылықты, қуанышты сезінген сәттеріңізді. Денеңізде ол қалай сезілгенін есіңізге алыңыз. Міне осы күйді сіз мақсатты визуализациялаған кезде қайта жасау керек.
тек елестетіп қоймай, бәрі сізбен бірге болып жатқандай сезініңіз. Денеңіз бұл шындық екенін қабылдауы тиіс. Көпшілік адамдар енді осы жерде қателік жасайды. Олар бірнеше минутқа визуализация жасап, өздерін жақсы сезінеді. Бірақ кейін қайтадан ескі әдеттеріне оралады, қайтадан күмәндана бастайды, алаңдайды, сыртқы жағдайларға байланады да. Бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл мүмкін емес қой деп ойлайды. Сол кезде бәрі қайтадан нөлге түседі. Өйткені сіз бұрынғы өз нұсқаңызға ораласыз. Міне маңыздысы, сіз мақсатқа жеткенде өмір сүруіңіз керек. Бұл практикалық тұрғыда не білдіреді? Егер сіз қаржылық молшылыққа қол жеткізгіңіз келсе, қазіргі барға ризашылық сезініп, ақша, байлыққа деген көзқарасыңызды жақсы жаққа өзгертіңіз. Егер мінсіз денсаулықты армандайтын болсаңыз, денеңізге сүйіспеншілікпен қарап, ол өзінен өзі жазылып кеткендей әрекет етіңіз. Егер қарым-қатынасқа қол жеткізгіңіз келсе, махаббат сәулесін шашып, оны дәл қазірдің өзінде өзіңізден таратыңыз. Бұл өзін-өзі алдау, өтірік айту емес, бұл өз энергияңызды сол таза кеңістікке бағыттау. Онда сіздің арманыңыз қазірдің өзінде бар. Сіз тек қалауы ғана бар адам емес, жаңа шынайылықта өмір сүріп жатқан адамға айналасыз. Міне шындық, өмірде сіз қалаған нәрсені емес, сіз қандай адам екеніңізді аласыз. Мен түсінемін, егер қазір біреу ойласа, менің өмірім қазір хаосқа толы, қалай бәрі мінсіздей болып көріне аламын деген сұрақ болса, бұл өте орынды сұрақ. Мен сізден ішкі күйіңізді елемеуде емес, қай шынайылыққа назар аударғыңыз келетінін таңдауыңызды сұраймын. Түсініңіз, өміріңіздің мүмкін болатын әрбір нұсқасы қазірдің өзінде бар, ол кванттық алаңда бар. Бір нұсқада сіз қиналып жүресіз, ал басқа бірінде өркендеп, жетістіктерге жетесіз. Бұл екі жағдайдың арасында шексіз сценарийлер бар. Маңыздысы бұл шындықты нөлден жасау емес, мағынасы оның тазалығына сәйкес келу. Бұл радиоқабылдағыш секілді. Сіз радиостанцияны жасамайсыз, тек қажетті толқынға қосыласыз. Мұнда бастысы жай ғана тілек емес, мұнда сенім маңызды. Сенім бүкіл жан дүниеңізді тереңінен толтыратын сенім. Жай позитивті ойлау немесе армандау емес, ішкі терең білім. Бұл сенімділікті бүкіл денеңізбен терең сезінесіз. Мұндай сенімді қалай дамытуға болады? Тәжірибе арқылы, қайталау арқылы. Әр жолы мақсаттарыңызды елестеткенде, жеткен сәттегі сезімдерді толық сезінгенде, мақсат сіздікі болып кеткендей әрекет етуге шешім қабылдағанда, сіз өзіңізді қайта жазасыз. Биологияңызды қайта бағдарламалап, осылай әр қадам сайын ішкі жаңа шындықты нығайтасыз. Ескі сезімдеріңіз, сенімдеріңіз қарсылық танытады. Бұл қалыпты жағдай, миға қауіпсіздік керек, ал қауіпсіздік бұл әдеттегі жағдай. Ескі бағдарламалар шекарасынан шыққан сайын алаңдаушылық пайда болады. Қорқыныш туады, бәрін тастап кеткіңіз келуі мүмкін. Бірақ дәл осы жерде көп адамдар тыйылып қалады, ал сіз олай жасамайсыз, себебі білесіз, қарсылық қабырғасының артында, ыңғайсыздықтың шегінде сіз армандаған барлығы бар, және сіз оны қабылдауға дайынсыз. Сізде өміріңізді өзгертіп, жаңа шындықты жасауға қабілетіңіз бар. Бірақ ол үшін әдеттегіден шығып, жаңа ойлауға, жаңа сезінуге және ең маңыздысы, өзіңіздің жаңа нұсқаңыздан әрекет етуге дайын болуыңыз керек. Енді 3 күндік процесс туралы сөйлесейік. Неге дәл 3 күн? Себебі мидың жаңа ойлау моделін таныс нәрсе ретінде қабылдай бастауына шамамен сонша уақыт қажет. 3 күн бұл ғажайып сандардың бірі емес, бірақ жаңа бағытты белгілеуге мүмкіндік беретін уақыт аралығы. Осы 3 күнде сіздің міндетіңіз мейлінше зейінді болу. Оянып, бірден визуализациядан бастаңыз. Мақсатыңызға жеткеніңізді елестетіңіз. Сол сезімді ішіңізде қабылдаңыз. Өз күйіңіздің қалай өзгеретінін байқаңызды. Күн ішінде бұл сезімге мүмкіндігінше жиі оралыңыз. Машинада, лифтте, кезекте, кез келген үзілісті пайдаланып, құруды қалайтын шындыққа қайтадан бейімделіңіз. Ең маңызды нәрсе, осы 3 күн ішінде өміріңізден жаңа ниетіңізге қайшы келетін барлық нәрсені алып тастауыңыз керек. Ешқандай шағым, теріс әңгімелер немесе алаңдаушылық болмауы тиіс. Қиындықтар туындаса, ол қалыпты жағдай, бірақ оларға қарсы күреспеңіз. Тек жайлап, саналы түрде назарыңызды қайтадан өзіңіз жасап жатқан күйге аударыңыз. Бұл оңай болмауы мүмкін,
бірақ бұл қалыпты жағдай. Сіз миыңыздың жұмысын қайта бағдарлап, жаңа нейрон жолдарын жасап жатырсыз. Бұл қалың орман арқылы жол жасауға ұқсайды. Басында қиын болады, бірақ әр қадам сайын жол жеңілдей түседі. Мен сіздерге бір нәрсені түсіндіргім келеді. Бұл шындықты елемеу туралы емес, мәселелерге көз жұму туралы емес. Егер денсаулығыңызға қатысты қиындықтар болса, дәрігерге қаралыңыз. Қаржылық қиындықтар болса, ақылмен әрекет етіңіз. Бірақ қазіргі жағдайлардың сіз кім екеніңізді және кім бола алатыныңызды анықтауына жол бермеңіз. Сіз өз проблемаларыңыз емессіз. Сіз өзіңіздің жаңа шынайы өміріңізді жасайтын адамсыз. Және мүмкін кейбіріңіз егер 3 күнде ештеңе өзгермесе ше деп ойлап отырған шығарсыз. Өте орынды сұрақ. Я, кейде өзгерістерге көп уақыт қажет болады. Кейде нәтиже бірден байқалмайды. Бірақ мен мынаны сенімді айта аламын. Егер сіз осы 3 күнді шын жүрегіңізбен өткізсеңіз, процеске толық кіріссеңіз, қозғалысты сезесіз. Мүмкін ол аз ғана қозғалыс болады, бірақ осыдан бәрі басталады. Бір өзгеріс болса, бүкіл шынайы өміріңіз өзгере бастайды. Міне мен сіздерге түсіндіргім келетін нәрсе осы. Бұл үдерістің шынайы күші тек қана қалағаныңа қол жеткізуде емес. Ең құндысы осы жолда сенің кімге айналатының. Сен қорқыныштан емес, мүмкіндіктер күйінен ойлай бастағанда, қашып құтылғың келген нәрселерге емес, жасап шығарғың келген шындыққа назар аудара бастағанда сен өзгере бастайсың. Сен ішкі рухыңмен қайта тірілесің. Сен нық, терең, таза әрі тірі бола бастайсың. Бұл ішкі өзгеріс айналаңды да өзгертеді. Адамдар мұны сезінеді, олар сенің жаңа энергияңа жауап қайтарады. Сен нұрдың көзіне, үлгіге, рухтандырушыға айналасың. Өз отбасыңда, жақын ортаңда, өз өміріңде өзгерістерге себеп бола бастайсың. Мен мұны жүздеген рет байқадым. Адамдар ауыр диагноздарға қарамастан жазылып кетіп, ешқандай байланыспен қаражатсыз бизнес бастап, тіпті үмітін үзген сәтте махаббат жолықтырып жатты. Ал мұның бәрі бір қарапайым, бірақ шешуші қадамнан басталды. Ішкі сенім жүйесін өзгертуден. Бұл жерде тек үй, ақша, статус жайлы емес. Олардың бәрі келуі мүмкін. Бірақ сөз бұдан да маңызды нәрсе туралы, өзіңмен шынайы байланыс орнату, қорқыныш пен шектеулерден шығу, ескі сценарийлерді бұзу, мәнге, тереңдікке, еркіндікке толы өмір сүру жайлы. Себебі шындық мынада. Сіз өз өміріңізді қалыптастыра алатын саналы адамсыз. Бұған дейін сіз өмірге бейсаналы түрде жауап беріп, жай ғана реакция жасап келдіңіз. Ал енді сіз өзіңіздің кім екеніңізді еске түсіріп, күшті қайта өз қолыңызға аласыз. Енді сіз өз өміріңізді сүйіспеншілікпен анық, саналы түрде қалыптастыруды таңдайсыз. Осы сәттен бастап бәрі басталады. Қазір мен сізден бір маңызды нәрсе туралы ойлануыңызды қалаймын. Егер ол дәл қазір сізде болса, өміріңізді түбегейлі өзгертер еді. Сол нәрсені көз алдыңызға елестетіңіз. Оны бар екендей, шын болғандай сезініп көріңіз. Сол сәтті айқын, ашық, толық, егжей-тегжеймен жасап көріңіз. Енді сезініңіз. Егер бұл нәрсе сіздің қазіргі шынайы өміріңізде болса, қандай күйде болар едіңіз? Сол сезімді толықтай бойыңыздан өткізіңіз. Сол эмоциялардың бүкіл денеңізді толтыруына мүмкіндік беріңіз. Бұл күйді қабыл алыңыз, есіңізде сақтаңыз. Міне, бұл сіздің жаңа энергияңыз. Осы сәттен бастап, бұл сезім сіздің ішкі бағдаршамыңызға айналады. Алдағы 3 күн бойы осы күйді өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Қашан байқаусызда, ескі ойларға, уайымға, күмәнге қайта орала бастасаңыз, өзіңізді жұмсақ түрде қайта осы күйге әкеліңіз. Бұл сезім сіздің якорыңыз болсын. Ой маңызды, бірақ сезімдерде магниттік күш бар. Олар сіз қалаған өмірді өзіңізге тартады. Сондықтан сыртқы әлем өзгергенше күтіп жүрмеңіз. Өзіңізді дәл қазір жақсы сезініңіз, сонда сыртқы әлем де соған сай қайта құрыла бастайды. Және тағы бір маңызды нәрсе, мүмкін біреудің ойына мынадай сұрақ келіп жатқан болар. Өзім қалаған нәрсеге көңіл бөлу, тек өзімді ойлау, бұл эгоизм емес пе?
басқаларды ойлап, оларға көмектесу дұрыс емес пе? Бұл әрине ізгі ниет, бірақ сіз өзіңізде жоқ нәрсені басқаларға бере алмайсыз. Егер сіз толыққанды қуанышты өмір сүрсеңіз, сіздің береріңіз болады. Кімолшылық, махаббат, энергия мен шабыт күйінде болсаңыз, сол арқылы өз-өзінен бөлісесіз. Бұл эгоизм емес, бұл жүректен, ішкі молшылықтан туған жомарттық. Мысалы, ұшақта сізге не айтады? Алдымен өзіңізге оттегі маскасын тағыңыз, сосын ғана балаға. Неге? Себебі, егер сізге ауа жетпесе, сіз ешкімге көмектесе алмайсыз. Өмірде де дәл солай. Егер өзіңіз шаршап, қажып, өз өміріңізден алыстап кетсеңіз, сіз ешкімге толыққанды тірек бола алмайсыз. Бірақ өзіңізбен үйлесімді өмір сүрсеңіз, қуанышпен нұр шашып тұрсаңыз, айналаңыздағы адамдар соны сезеді. Сіз шабыт бересіз, қолдау боласыз, энергиямен қуаттандырасыз. Міне нағыз үлес осы. Сондықтан өзіңіз үшін көбірек нәрсе қалап жатқаныңыз үшін кінәлі болмаңыз. Керісінше, бұл сіздің борышыңыз, өз әлеуетіңізді толық ашу. Әлемге сіз өзіңіздің шынайы болмысыңызбен қажетсіз. Сіздің дарыныңыз, көзқарасыңыз, энергияңыз тек сіз арқылы келеді. Тек өзіңіз жарықта жүргенде ғана сіз басқаларға да сол жарықты сыйлай аласыз. Енді әрекет жайлы. Көп адамдар ойлайды, бар болғаны визуализация жасап отырсам болды, бәрі өзі-ақ орындалады. Бірақ бұл олай емес. Ішкі жұмыс негіз, бірақ әрекет те қажет. Тек кез келген емес, шабыттан туған әрекет. Бұл сіздің ішкі үйлесімнен, сенім мен анықтықтан туындайтын қадамдар. Мұндай әрекеттер сізге қуаныш, қызығушылық, шабыт сыйлайды. Ол ауыр еңбек секілді сезілмейді, олар ағын секілді өтеді. Сіз осы қозғалысты сезіне бастағанда, қорықпай, соның соңынан еріңіз. Бірақ маңызды бір нәрсе бар, қорқыныштан немесе асығыстық сезімнен әрекет етудің қажеті жоқ. Бұл ескі сценарий. Бұрын біз бәрін бақылауға тырысып, күресіп, жетуге мәжбүр болдық. Ал жаңа тәсіл рұқсат беру. Бұл шабыт, жеңілдік және қуанышты үміт арқылы қозғалу. Егер әрекет ауыр болса, ішіңізде шаршау болса, бұл сіздің бағытыңыздан ауытқып кеткеніңіздің белгісі. Ондай сәтте тоқтап, өз арманыңызбен, ішкі мақсатыңызбен қайта байланыс орнатқан дұрыс. Дұрыс әрекет шаршатпайды, керісінше қуат береді. Бұл жетіспеушіліктен итермелеу емес, ішкі молшылықтан туындаған табиғи қадам. Сіз шындықты күшпен өзгертпейсіз, сіз оған ашылуға мүмкіндік бересіз, оның ағынына енесіз. Өйткені сіз сол қалаған шындықты өмір сүріп жатқан нұсқаңыздың бір бөлшегісіз. Әрекет сол жаңа менің табиғи жүріс тұрысы ғана. Енді қиындықтар жайлы сөйлесейік, өйткені олар міндетті түрде кездеседі. Дәл осы жерде көп адамдар артқа шегінеді, көңілде күмән пайда болады. Сірә бұл жұмыс істемейді, немесе бұл маған арналмағанның белгісі деген ой келеді. Бірақ шындық мынада, кедергі тоқтау белгісі емес, бұл сіздің шынымен қозғала бастағаныңыздың дәлелі. Өйткені кез келген өзгеріс ішкі қарсылықты оятады. Бұл жаттығуға ұқсайды. Бұлшықеттеріңіз ауырса, бұл сіздің дұрыс істемегеніңіз емес, өсу процесінің белгісі. Мұнда да солай. Егер кедергі пайда болса, неге бұл менің басыма келді деп сұрамаңыз. Басқа сұрақ қойыңыз. Мен бұдан не үйрене аламын? Бұл мені келесі қадамға қалай дайындап жатыр? Мен бұны еңсеру үшін қандай адам болуым керек? Ұлы оқиғалар қиындықтарсыз болмайды. Мәселе қиындықтан қашу емес, соған қалай жауап беретініңізде. Дауыл кезінде қандай энергияны таңдайсыз? Бар айырмашылық осы. Барлығы мінсіз болып кеткенше, қуаныш сезінуге рұқсат беруді күтпеңіз. Ішкі күйіңізді сыртқы жағдайларға тәуелді етпеңіз. Бұл тұзақ. Нағыз күш дәл осы сәтте жақсы күйді таңдауда. Бұл қисынсыз көрінуі мүмкін, өйткені бізге алдымен жетістікке жет, сосын қуансайшы деп үйретті. Бірақ шындық басқа. Барлығы сіз ұмтылған күйді ең алдымен өзіңіздің ішіңізде тапқанда ғана келеді. Дәл сол күй сіз қалаған нәрселерді өзіне тартады. Қазірдің өзінде алғыс айтуға себеп табыңыз. Қуанышты дәл қазір сезініңіз. Барлығы мінсіз болған үшін емес, сіз солай таңдағаныңыз үшін. Өзіңіз туралы жаңа хикаяны бастауға кірісіңіз. Онда сіз күшті, толыққанды, сенімді адамсыз. Онда сіз өз жолыңыздасыз. Және бәрі ең жақсы түрде болып жатыр. Оны да ұстап айтыңыз. Денеңізбен сезініңіз. Өйткені сіздің санаңыз қиял мен шындықты ажырата алмайды.
Ал сіздің түп санаңыз ең қуатты одақтасыңыз. Ол сізге көмектесуге дайын болады. Тек жаңа хикаяға сенген сәтте, ал ол сенеді. Егер сіз бұл хикаяны шынайы сезіммен, сеніммен, жан тәніңізбен айтатын болсаңыз, ал сіздің түп санаңыз бұл хикаяны қабылдаған сәттен бастап, ол сіздің айналаңызда дәл осы хикаяға сәйкес келетін шындықты құра бастайды. Мұны түсіну өте маңызды. Бұл сенім жүйесі өміріңіздің әр бөлшегін бақылау туралы емес, бұл әлемді мәжбүрлеп басқару емес. Керісінше, сіз істей алатын ең қуатты әрекеттердің бірі бұл бақылауды босатып, өзіңіз қалаған нәрсені өміріңізге қалай әкелетінін әлемнің өзіне сеніп тапсыру. Сіздің міндетіңіз нақты не қалайтыныңызды анық білу. Сол нәрсеге ие болған сәттегі эмоцияны сезіну және оны қабылдауға ашық болу. Қалай жүзеге асатыны бұл сіздің емес, әлемнің ісі. Көп жағдайда қалағаныңыз сіз елестете алмаған жолмен келеді. Сондықтан икемді және жаңа мүмкіндіктерге ашық болу өте маңызды. Бақылаудан бас тарту қорқынышты болуы мүмкін, бірақ бұл үдерістің ең әдемі тұсы да осы. Сіз бақылаудан босатқанда, шын мәнінде өз күшіңізге кіресіз. Сіз әлемнің шексіз даналығымен үндестікке келіп, өзіңіз тіпті елестете алмаған мүмкіндіктерге жол ашасыз. Енді біздің әңгімемізді аяқтай отырып, сізге маңызды бір нәрсені еске салғым келеді. Бұл сенім жүйесі жай ғана материалдық нәрселерге қол жеткізу әдісі емес. Бұл әлде қайда үлкен нәрсе болу туралы. Бұл сананы кеңейту туралы. Бұл мағына мен мақсатқа толы өмір туралы. Осындай өмір сүруді бастағанда сіздің тілектеріңіз өзгеруі мүмкін. Бұрын маңызды болып көрінген нәрселер өз маңызын жоғалтуы ықтимал. Сіз иемденген нәрседен гөрі тәжірибені бағалай бастайсыз. Жайлылыққа емес, өсуге ұмтыласыз, әлемге үлес қосып, оны өзгерту жолдарын іздейсіз. Міне осы сенім жүйесінің шынайы сиқыры осында. Бұл тек сыртқы шындықты өзгерту ғана емес, бұл ішкі әлеміңізді трансформациялау. Табиғи түрде молшылықты, махаббат және қанағаттануды тартатын адам болу туралы. Енді сізден бір маңызды міндетті қабылдауыңызды сұраймын. Алдағы 3 күн бойы осы жаңа сенім жүйесіне сәйкес өмір сүріңіз. Өзіңіздің қалауыңызды, эмоцияларды сезініңіз, шабыттандырылған әрекеттер жасаңыз. Өміріңіз туралы жаңа әңгіме айтып беріңіз. Ең бастысы, өзіңізге шыдамды және мейірімді болыңыз. Бұл тәжірибе кез келген жаңа дағдылар сияқты меңгеруге уақытты қажет етеді. Уақыт өте ескі шаблондарға оралатын кездеріңіз болады. Бұл қалыпты жағдай. Қайтадан өз арманыңыз бен жағымды сезімдеріңізге оралып, үйлесім табыңыз. Есіңізде болсын, сізде керемет күш бар. Сіз өзіңіз елестете алатын кез келген шындықты жасай аласыз. Сіз жағдайлардың құрбаны емессіз. Сіз қалаған өміріңізді жасай аласыз. Ауқымды армандарға ұмтылыңыз, терең сезініңіз, батыл әрекет етіңіз және процесті сезініңіз, сеніңіз. Осы жаңа болу жолына кірген кезде өзгерістерді байқай бастаңыз. Олар бастапқыда кішкентай болуы мүмкін, кездейсоқ кездесу, күтпеген мүмкіндік, өз сезіміңіздің өзгеруі. Осы белгілерге назар аударыңыз. Олар сіздің дұрыс жолда екеніңіздің куәсі. Әлем сіздің жаңа вибрацияңызға жауап береді. Бірақ осы жерде тоқтамаңыз, өзіңізді ары қарай дамытуды жалғастырыңыз, сезімдеріңізді биіктетіп, шабыттандырылған әрекеттер жасаңыз. Өйткені сіз жасай алатын нәрселердің шегі жоқ. Сіздің өсуіңізбен бірге әлемді тануыңыз да кеңейе түседі. Бұрын көрінбейтін мүмкіндіктерді көре бастайсыз. Жаңа шындықты құрып жатқан кезде сапардан ләззат алуды ұмытпаңыз. Көбіне біз мақсатқа соншалықты қатты назар аударамыз, жолдың өзін бағалауды ұмытып кетеміз. Бірақ нағыз керемет дәл осы сапарда орын алады. Сол жерде сіз өсіп, үйреніп, армандаған өміріңізді өмір сүретін адамға айналасыз. Сондықтан әр сәттен ләззат алыңыз. Өзіңіздің қалыптасу үдерісінен қуаныш табыңыз. Әрбір кішігірім жеңісті және әрбір жетістіктің белгісін тойлаңыз. Өйткені әрбір сәт өз алдына керемет. Сіздің қолыңызда өміріңізді өз арманыңызға сай қалыптастыру мүмкіндігі бар. Өз тәжірибеңізбен, мысалдарыңызбен және өміріңізге кереметтерді қалай тартатыныңыз туралы әңгімелеріңізбен бөлісіңіз.
Нұрлы Voice арнасына жазылыңыз, бірге ойларымыз бен ниеттеріміз шындыққа айналған әлемді құрайық. Ұмтылыстарыңыз бен армандарыңызға жету жолында шабыттаныңыз және өзгелерге шабыт беріңіз.